Дәрігер, анашың жағдай қалай? Айтарлықтай жақсы емес. Өкінішке орай бізде мына дәрілер болмай тұр. Өзіңіз әкелгеніңіз жөн болар. Шамамен қанша тұрады бұлар? Енді 60 мың теңгедей болар. Таба аласыз ба? Иә, міндетті түрде. Жарайды, тездетіңіз. Жағдай солай Секе. Иә, тез жазылып кетсін. Айлыққа дейін қарызға бір 60 мың теңге беретінміз. Бауырым, бүгін ғана кредит қиып бағана. Болмай тұр ғой. Жарайды, жақсы. Жарайды. Жақсы аға. Досым, қалайсың? Болады. Бағана хабарласқан. Неге алмайсың трубканы? Ренжімеш, бір жағдайлар болып қалды. Отырсайшы. Анаң жағдайы қалай? Анам ауруханаға түсіп қалды. Білем ауруханаға түскен. Қайдан білесің? Жаңа қарындасың, Айгүлді көргем. Сол айтты. Жағдай сол білсем. Қайрат, менен не көмек? 60 мың теңге керек. Дәрі-дәрмекке. Қандай дәрілер? Мынау ғой. Не деге қымбат дәрілер? Бастығым өте ақ көңіл кісі. Содан қазір мына жұмысын бітірген соң 60 мың теңгеңді сұрап алып берейін. Беретін шығар. Досым, ақша табылады, Құдай қаласа. Ей! Дос бол! Ал! Не қылып тұрсың, ай? Үстесей жұмысың. Болды, Басеке. Болды. Жарайды, тірлігімді бітіріп алайын. Сосын хабарласам. Мына түрлермесендер, биыл бітірмейсіңдер мына жұмыста. Досбол, Ау, сен мен дұрыс түсінбеген сияқтысың. 6 мың теңге емес, 60 мың теңге. болды. Ақша түстен кейін болады, Құдай қаласа. Дегенмен рахмет. Бірақ мына жүрісіңмен қалай көмектеспексің? Ең дұрысы, одан да басқа малын қарастырайын. Сдачи өзіңе алсал. Да, Кайра. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Бауырым, сөйлесе аласың ба? Иә, айта бер. Анам ауыр халде келе жатыр еді. Соған шұғыл түрде қарызға 60 мың теңге керек болып тұр. Топ бере аласың ба? Мәға, өзім қиналып жүрмін. Көмектесе алмайсың ба? Жоқ, бауырым, не забейді. Қазір 6 мың теңге бар ма деп сұрашы мені. Қаттыға жетеді, қарастырып көрші. Жоқ қой, родной. Болса берем ғой. Иә? Кейін хабарласайық, иә? Жарайды онда, жақсы. Осымен бірнеше достарыма хабарластым. Ешқайсысынан көмек болмады. Енді кімге хабарлассам екен? Болды, досым. Ақша түстен кейін болады, Құдай қаласа. Шақырылып отырған абонент аппараты өшірулі немесе желінің қамту аясынан тыс жерде. Сіз оған дыбыстан кейін дауыстық хабарлама қалдыра аласыз. Шақырылып отырған абонент аппараты өшірулі немесе желінің қамту аясынан тыс жерде. Сіз оған дыбыстан кейін дауыстық хабарлама қалдыра аласыз. Тосик, сен мынауың ұят болды. Жоқ болса жоқ деп айта салмайсың ба? Саған сеніп қалдым ғой. Басқа амалын қарастырар едім.
Сен де досым деп жүрмін ғой. Рахмет саған, типа дос. Ұятыңдасың, давай. Бұл өмірде анадан жақын жан бар ма? Махаббат атаулының барлығы дерлік ол жанның құшағынан табылады емес пе? Сонда мына құр қолдан ол үшін ештеңе де табылмағаны ма? Не істей аламын? Осындай уақытта ештеңеге де қауқарсыз өзіңе қолғанат бола алмағаным ай. Аға, ішке кірмейсіз ба? Анамыздың жағдайы қалай? Жағдайы жақсы, қазір ғана ұйықтады. Қандай перзентпін? Анашыма бір дәрі-дәрмегінде алып бере алмадым. Алып бере алмаған несі? Бағанағы дәрілерді сіз беріп жүрген жоқсыз ба? Қандай дәрілер? Бір сағат бұрын дос болаға сізді беріп жіберді деп алып келіп берді ғой? Сыныптасың дос болма? Иә. Айтпақшы, мына қағаз сізге беріп жіберді. Досым, анаңның дәрісін кешіктірді деп ренжіме. Иә, білем, маған бірнеше рет қоңырау шалғанда шығарсың. Бірақ менің сенімен хабарласатын мүмкіндігім болмады. Бастығымнан алам деген ақшаны ала алмадым. Жағдай күрт өзгеріп кетті. Мынаған ары кетсе 40 мың теңге берем. 40 мың ба? Иә, одан артық бере алмаймын. Бауырым, мына сағатымды қоса берейін. 60 мың теңге берші, өтініш. Қатты қажет болып тұр. Жарайды. Рахмет. Ақшаны таппаған соң телефонымды сатуға тура келді. Телефонды қойшы, дүние бітер. Ең бастысы, аналарымыз аман болсын. Достығымыз ажырамасын. Анаңа жақсылап қара. Досың, дос бол. Міне, сендердің осындай адал достарың бар ма? Ал өзіңше, өзің осындай дос бола аласың ба?